Геракл, Зевстің ұлы және ежелгі грек қаһарманы. Қатты үрейленді, себебі жан түршігерлік қылмыс жасаған сол уақытта түсінді. Гераклды жолдасының опасыздығын туғаны үшін жек көріп кеткен Гера құдайы Гераклға қарғыс жібереді. Бұл оның санасын біраз уақыт қадастырады. Есінен адасқан ол өзінің және ағасының балаларын өлтіреді. Қатты қайғыға батқан Геракл Дельфилік сәуегейге барады. Ол Гераклға күнәсін өтеу үшін Гераның қамқоршылығындағы терең Фананың Эврисфей патшасына барып қызмет етсін деді. Эврисфей Гераклдың рухын түсіріп, оны 10 түрлі сынақтармен жойып жіберемін деп ойлады. Бұл сынақтарда Геракл әртүрлі аңызға айналған мықты құбыжықтарға қарсы тұруы керек болды. Алайда, дәл осылай аңызға айналған Гераклдың ерліктері деген шытырман оқиғалар өзінің бастауын табады. Гераклдың бірінші ерлігі немелік арыстанды өлтіру. Ол әйелдерді ұрлап, жауынгерлерді өлтіріп жүрді. Бірде-бір садақ оның алтын терісін тесе алмады. Алайда Геракл оны үңгірге қарай қысып, шоқпармен есінен тандырып, қолымен қылқындырып өлтірді. Геракл арыстанның терісін сыпыратын зат таппады. Сонда Афина құдайы арыстанның өткір тырнақтарын қолданып көрсін деп кеңес берді. Арыстан терісін киіп алып, Геракл Теринфке қайтып келді. Бұл Эврисфей патшаны шошытқаны сонша, ол шарап бөшкесіне тығылып қалды. Патша Гераклға бұдан былай олжаларды қауіпсіз аймақта тапсырсын деп бұйрық берді. Эврисфейдің екінші тапсырмасы Лерния айдаһарын өлтіру болды. Ол алып бірнеше басы бар жылан тектес құбыжық еді. Геракл қажымай айқасты, бірақ әрбір кесілген бастың орнына жаңадан екеуі өсе берді. Үмітті үзе бастаған кезде Гераклдың жиені Иолай кесілген бастардың орнына жаңа шықпас үшін оларды отпен күйдіруді ойлап тапты. Жеңілген айдаһар қалдықтары Гидра шоқ жұлдызына айналды. Ендігі жолы Геракл жануарды тірідей әкелуге тиісті болды. Кереней кербұғысы ерекше жылдам хайуан, оны тіпті атылған жебе қуып жете алмайтын. Геракл оны бір жыл бойы аңдып, Гиперборея деген солтүстік елінде бірақ ұстады. Кербұғы аңшылық құдайы Артемиданың киелі жануар болып шықты. Сондықтан Геракл жануарды жіберетініне уәде берді. Кербұғыны көрген Эврисфей оны өзіне қалдырғысы келді, бірақ Геракл жануарды босатқан мезетте ол өзінің есіне қашып кетті. Осылайша Геракл сынақты да өтіп, Артемидаға берген уәдесін де орындады. Келесі тапсырма ретінде алқаптарды күйретіп жүрген Эримановты қабанды өлтіру болды. Данышпан Херон кентаврдың кеңесімен Геракл қабанды терең күртік қарда ұстап алды. Бесінші ерлікте құбыжықтарда, жануарларда болмады. Авги патшаның ат қорасында мыңдаған мал бағып өсірілді, бірақ қораны жылдар бойы ешкім тазаламады. Геракл сыйға малдың 1/10 бөлігін алса, қораны бір күнде тазалайтынына уәде берді. Авги Гераклдың бұйрықты орындай алатынына сенбеді. Ал Геракл болса, үлкен арықтар қазып, жақын тұрған өзеннен су жіберіп, қораны аз уақытта тазалап шықты. Ары қарай батыр үш құбыжықты жеңуі керек еді, бірақ ол үшін біраз айла мен күш қажет болды. Жыртқыш стимфалийлік құстар адам өтпес батпақ ортасын ұялады. Дегенмен, Афинадан алған тимпандардың арқасында Геракл құстарды шошытып, атып өлтірді. Бірде-бір пенде Крит бұқасына қарсы тұра алмады. Геракл болса, оған мініп, ерттеп алды. Диаметтің адам жегіш жылқылары. Жылқыларға қонақтарын алдап жегізген қатыгез Диамет патша өзі сол хайуандардың асына айналды. Геракл жылқыларға Диаметтің денесін қалдырып, дәмді тағамнан зейіндері ауып кеткен кезде Геракл олардың ауыздарын байлап тастады. Келесі 9-шы ерлікте біздің батыр Амазонка патшасы Ипполитамен кездесті. Геракл Ипполитаға әкесі соғыс құдайы Арес берген белдікті алу керек болды. Бар дайындығымен Геракл кемемен Амазонкалардың елі Фимискираға жол жүрді. Патшайымға батыр мен оның ерліктері қатты әсер еткен соншалықты ешбір күрессіз белдікті Гераклға берді. 10-шы ерлікті істеу үшін Геракл үлкен 3 басты және 3 денесі бар алып Герионның сиқырлы сиырларын ұрлап алу керек болды.
Алыпқа барар жолда Геракл Ливия шөл даласында қатты қиналып, торыққаннан күнге қарай жебен атты. Күн құдайы Гелиос батырдың күшіне риза болып, өзінің ат арбасын берді. Соның арқасында Геракл Эрифия аралына жетті. Аралда Геракл Герионның бақташысымен, екі басты итімен және ақырында алыптың өзімен күресіп, оны өлтірді. Осымен Гераклдың сынақтары біту керек еді, бірақ Еврисфей екі ерлікті санамады. Гидраны өлтіру кезінде Иолай көмектесті, ал Авги қорасын тазалау үшін Геракл төлемақы алды. Ақыры батыр 11-ші ерлікке аттанды. Гесперид нимфаларының бағында өсетін алтын алмаларды ұрлау. Алдымен су құдайы Нерейді ұстап алып, оны бақшаға жол көрсетпейінше жібермей отырды. Бақшада аспанды көтеріп тұрған Атлантты көреді. Геракл Атлантқа алмаға айырбас ретінде оның орнына аспанды ұстап тұруды ұсынады. Атлант келісімін береді, бірақ Геракл оны алдап кетеді. Аз уақытқа ауыса тұрамыз деп, алманы алып қашып кетеді. Соңғы 12-ші тапсырма Цербер итін әкелу. Ол жерасты патшалығының күзетші иті. Гермес пен Афинаның көмегімен Геракл жер астына түсіп, Аидпен кездеседі. Өлім патшалығының құдайы Гераклға итті алып кетуге рұқсат береді, бірақ ешбір қарусыз ұстасын деген шарт қояды. Геракл қиналмастан иттің үш басында қолмен қысып алады. Қорқып қалған Еврисфейге итті көрсеткен кезде, патша ақырында батырдың барлық сынақтан өткенін жариялады. 12 жыл бойы сынақтан өткен Геракл отбасы мүшелердің өлімі үшін күнәсінен айырылып, құдайлар арасындағы орнына оралады. Дегенмен, оның жеңісі философиялық маңызға толы. Қаралық пен әртүрлі құбыжықтарды жеңген ол, әлемді ежелгі алпауыттар қалдықтарынан арылтып, бүкіл адамзат өмірінің көркеюіне мүмкіндік беретін жерді жасады. Бұл ерліктерінің арқасында Геракл тек сыртқы әлем жаманшылығын емес, сонымен бірге өзін өртеген жаманшылықтан айығып шықты. Of course, the Titans weren't all bad. Meet Prometheus, creator of mortals, traitor to the gods. You can also explore other ancient myths with this playlist.